Сәлем достар, бүгінгі тақырып дисплазия. Жалпы дисплазия дегеніміз не? Дисплазия дегеніміз ұршықтың дамымай қалуы, немесе ұршықтың орнынан тайып кетуі. Міне, мына ұршық дамымай қалады. Односторонний и двухсторонний деген болады. Оны сіз қалай білесіз? Және де екі шаттың сіңірі тартылып қалады. Оны да дисплазия дейміз. Оны сіз үй жағдайында қалай білесіз? Мысалы, балаңыз дисплазия немесе клиентке бардыңыз сіз. Бірінші аяғын айналдырып қарайсыз. Міндетті түрде. Жайлап бүгесіз аяғын. Екі аяғын бүгесіз. Екі аяғын бүккенде тура осылай, міне, көрініп тұр ғой сіздерге, да? Тура осылай айналдырып. Бірінші жасамай тұрып, бірінші біліп алуыңыз керек. Міндетті түрде диагнозын. Уже былай айналдырған кезде тық деген дауыс шығады. Уже не то. Жібермейді аяғын бала уже, да? Уже дисплазияның белгісі бар. Немесе айналдырған кезде дік деген дауыс шығады. Уже ұршық орнынан тайып кеткен деген сөз. Немесе үшінші жағдай, шатты ашып көргенде ашылмайды никак. Тырысып тұр, сіңірі тартылып тұр. Основной қыз балдарда болады да ол. Қыз балдарда до конца тию керек жерге, шатына шыққанда. Ал ол балада орташа болу керек. Дисплазия екенін байқадыңыз ба, бірден ортопед маманына апаруыңыз керек. Немесе сіз айтасыз, мысалы, клиентіңіздің үйінде барсаң, ортопед маманына қаратыңыз. Ортопед назначение береді. Массаж алу керек болса массаж, немесе жаңа ұршық орнынан тайып кеткен болса, егер ұршық орнынан тайып кеткен болса, міне осылай тұрады. Осылай или осылай. Оған шина немесе гипс қояды. Жалпы ол основной дисплазия іштен пайда болады. Кальций жетіспегеннен болады. Ұршық дамымай қалады. Немесе бала аяқпен келеді ғой. Кейбір балдар аяқпен келеді. Сол кезде врачтар тартқан кезде ұршықты шығарып алады. Вот содан да пайда болады. Бұған массаж и электрофорездің өте көп көмегі бар. Бізде Маңғыстауда ортопедтер электрофорез көп назначение бермейді. Басқа қалаларда электрофорез береді, обязательно. Маңғыстау қаласының негізі дисплазияға массаж плюс электрофорез жасау керек. Сөзі эффективно болады. 3 курс, 4 курстан результат әдемі болады. Егерде дисплазия екенін біліп тұрып, емдемеген жағдайда, сондай ата-аналарды мен өз көзіммен көргенмін. Емдемеген жағдайда, ол жүрген кезде өте бала қиналады. Бала қисайып жүретін болады. Бір көресіздер ғой, бір жолдан өтіп бара жатқанда бір адамдар қисайып бара жатады ғой. Қисайып жүріп бара. Солар кезінде дисплазия болған ғой. Жалпы бала өте қиналады өскенде. Бұл дисплазияны 1 жасқа дейін кетіру керек. 1 жастан кейін уже 50-50. Массажбен 50-50, да? 1 жастан кейін уже балаға шина қойып, өте қиналады да, баланың жағдайын қиналады. Сондықтан бала туылды ма, 1 ай болды ма, өзіңіз жайлап қараңыз, айналдырып көріңіз. Қытыр деген дауыс шығады. Сызықтан да байқауға болады. Жалпы сызыққа основной мән бермегеніңіз жөн. Мына жерде құйымшақ болады. Құйымшақтың сызығы мына жерден былай. Міне, осылай айналып тұрады. Сызық бұл білініп тұрады. Значит, дисплазияның белгісі бар ол балада. И санда 1 аяғы ұзын, 1 аяғы қысқа болып көрініп тұрады. Ода да уже бір ұршығы дамымаған деген белгі. Жалпы дисплазияның белгілерін түсінген шығарсыздар, да? Основной сол іштен пайда болады ғой. Анасына кальций жетіспеген. То есть балаға кальций жетіспегеннен. Анасы аяғы ауыр кезде міндетті түрде дәрігердің нұсқауымен кальцийді уақытылы ішіп тұру керек. Және де ол дисплазияны сипаудан және гимнастикадан тұрады. ЛФК, основной ЛФК жасалады дисплазияға. Соны толық көрсететін боламын, мұқият қарап, мән беріп сақтап алыңыздар.